Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қыстық салат жасайтын боламыз. Салат өте оңай жасалынады және де ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әуелі банкаларымызды жақсылап жуып, мантаваркаға осылай 10 минутқа қойып булап аламыз. Қақпақтарында 3-4 минутқа қойып қайнатып аламыз. Салатты дайындау үшін бізге қызанақ, болгар бұрыштары, сәбіз, бір дана үлкен пияз, укроп, сарымсақтар және де ащы бұрыш қажет болады. Алдымен қызанақтарды жақсылап жуып, артық жерін алып тастап, ет тартқыштан өткізу үшін осылай 4-5 бөлікке бөліп, турап дайындап аламыз. Содан соң ет тартқыштан қызанақтарымызды өткізіп аламыз. Егер де ет тартқыш сіздерде болмаса, блендермен де езіп алсаңыз да болады. Ендігі кезекте болгар бұрыштарын турап дайындап қоямыз. Барлығында видеодағыдай ірілеу етіп турап шығыңыздар. Келесі кезекте сәбіздерімізді осындай арнайы теркадан өткізіп аламыз. Егер де терка болмаса, кәдімгі пышақпен де турап алсаңыздар болады. Мінекей сәбіздеріміз дайын. Енді сарымсақтарды турап алатын боламыз. Егер де ірілеу болса, 4-5 бөлікке турап шығыңыздар. Келесі кезекте укропты да турап дайындап қоямыз. Содан соң бір дана үлкен пиязымызды кәдімгідей тамаққа турағандай жартылай сақина етіп турап шығамыз. Ащы бұрыштан мен шамамен бір данадай қостым. Сіздер егер салаттың ащы болғанын қаласаңыздар, 2 қоссаңыздар да болады. Мінекей, барлығында турап дайындап қойдық, енді пісіруді бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызды қыздырып, ішіне 150 грамм сұйық майымызды құямыз. Үстіне пиязды салып, шамамен 2-3 минуттай қуырып аламыз. Оның үстіне үкіштен өткізілген сәбізді саламыз. Оны 7-8 минуттай қуырсақ жеткілікті болады. Бізде оттың асты қатты жанып тұр, сол себепті үнемі араластырып отырыңыздар. Әйтпесе асты күйіп кетуі мүмкін. Енді пияздың үстіне жаңағы туралған болгар бұрышымызды саламыз. Оны да шамамен 7-8 минуттай жақсылап қуырып алатын боламыз. Келесі кезекте үстіне ащы бұрышымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте дайындап қойған қызанағымызды құйып, бір бұрқылдап қайнағанша бетін жауып, орташа отта қоямыз. Достар, осы менің каналымның алға қарай дамуы үшін өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, менің осы видеомды жақындарыңызға бөлісе отырыңыздар. Алдын ала үлкен рахмет. Мінекей, біздің салатымыз қайнап жатыр. Енді үстіне тұзымыз бен қантымызды саламыз. Мен бұл жерде 2 ас қасық тұз және де 3 ас қасық қант салдым. Бірақ кейіннен үстіне тағы да қостым бір-бірден. Себебі дәмі жеткіліксіз болды. Сіздер міндетті түрде дәмін қарап отырыңыздар. Соған орай тұзын және де қантын қосып отырасыздар. Енді үстіне 2 ас қасықты толтырмай 70% сірке суын қосамыз. Араластырып, үстіне турап дайындап қойған сарымсақтарымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз.
Достар, егер де осы салат сіздерге ұнап жатса, әлеуметтік желіде жақындарыңызға бөлісе отырыңыздар. Енді салаттың үстіне бір уыс қара бұрышты да қосып жібердім. Ол да салатқа өте керемет дәм береді. Қақпағын жауып 30 минутта баяу отта пісіріп аламыз. Мінекей 30 минут өтті. Енді үстіне туралған ас көгімізді салып, араластырып, тағы да баяу отта 10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын. Менде айтып өткенімдей салат 35 минутта толықтай пісіп шықты. Енді банкілерімізге, стерилді банкілерімізге осындай ыстық күйінде барлығын құйып аламыз. Енді банкаларымыздың қақпағын жақсылап жабамыз. Менде осындай брандалы қақпақ. Жақсылап жауып, жылы жерге үстін көрпешемен жауып, орап, 2 тәулікке қалдырып қоямыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын. Нағыз қысқа арналған салат. Бұл салат өте тойымды, әрі дәмді болып шығады. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Әйгерім. Маған тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер.